Ассалаумағалейкум. Жылай касадағы екінші қорым. Жаңа орыстардың, христиандардың зиратына бардық. Осы жерден 1 километр жердің шамасында. Енді мыналар бұл татарлар. Bir талай құлыптас бар екен. Татарлардың қорымы айнасын қоршаған 19 ғасыр жасады. Bir қызығы бізде қазақты руын тайпасын жазса, татарларды елін жазады, туған жер сосын ауылын жазады. Мысалы мына жерде Қазан деп келеді. Қазан уәлаяты деп сөйтіп келеді. Амыр Нашны так ауылының деп келеді. Амыр Нашны ауылының Мұхбірәлі осылай келеді. 1898 жылғы қайтыс болған. Бұл енді кейін қойылған 1980 жылы. Мынауда татар Мұртаза Ғабды Әл-Джабаз опат 1899. Карим Мифтахиддин Ғаббарлы келіп қойған ұрпақтар. Барлығы татар. Үстінде Карима Қазан губерниясы деп келеді. Губерниясы Сабқар қариясының сияқты. Бірдеме қызы дейді. Әйел адам болды. Қызы әлден жамағаты. Яғни жамағаты ол кезде әйел деген сөз ғой. Жамағаты деп әйелін дейді. Опат 51 жас сияқты. 51 жас 33 жыл мекен сондай. Құлыптастардың стильдері бәрі ұқсас, кішкентай келген. Ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулулла Қазан уәлаяты дейді. Bir фақа сияқты, бір фақа ауылының Калимулла Қожа Ахмет сияқты. Калимулла Қожа Ахметұлы опат 5 жасында. Енді арасында мынандай асықтарында бейіттерін қойған. Енді мұны қашан қойған білмеймін. Кейін қойды ма, қалай қойды деген сияқты. Құлыптас ештеме жоқ, ысық ораз болады дейді. Ысық тусай қара бола есен ата дейді. Енді бұл татарлардың өзінің қауымы, рулық қауымы, өздерінің ұлттық қауымы дейміз бе. Енді бұл жерде ысықтар барына мен өзім күмән келтірем. Енді бұл қалай қойғанын білмеймін. Құлыптастардың бәрін қарап шықтым. Бәрі татарлардікі арнайын айналасын қазып қоршаған. Маңдай етіп траншея қазып айналасын қоршаған, су келмейтіндей етіп қоршаған шығар деп отырмын. Ар жағында Жылай касаның төбейлер көрініп тұр. Бұл қорымды кезінде 1988 жылы зерттеген зерттеушілер аты жоқ қорым деген. Қорымның атын білмегесін. Осылай әріппен кей аудандардан нөмірлеп, бірінші қорым, екінші қорым деген сияқты сөйтіп нөмірлеп кете береді. Аты белгісіз болса қорымның. Татарлардың қорымның қоршауын сырт жағында, арт жағында адайдың құлыптасы тұр екен. Адай дейді. Шалбар. Содан кейін Балтай аймағы сияқты. Адайда Балтай деген аймақ бар ма еді жалпы? Балтай аймағы Мұңал
өте бай дейді. Так, астын қазу керек болып тұр, қазатын нәрсем болмай тұр. Так, Моңғол өте бай баласы болды ғой. Опат 88 деген тұр. 88 жасында айтқан болар. Так, тас тілес қылыш. Бего Ешмағамбет Ахун. Так, рудағыдай шалбар. Балтай дұрыс болды онда. Бана еді. Балтай. Шөлдік бай баласы Ерғали. Шүлдік бай бала. Шүлдік бай баласы екен ғой Ерғали. Так, енді бұл таз руы Нұрым Мұхаммед Сыдық дейді. Мұхаммед Сыдық аржа қадам басталады. Қадам басады бірдеме олы. Опат яшында. Так, тазын таңбастыр. Так, таз руы Жастабан Асан тайпасы. Кетебай жамағаты, яғни Кетебайдың әйелі деген сөз ғой. Аразия ма, Адазия сияқты опыт 29 жасында 1912 жылда дейді. Таңбасы бар. Так, мына жақта Хайыр дейді. Кетебай баласы опыт 1 жасында дейді. 1 жасында. Так, мына жағында Мерген. Так, Мерген бе, бірдеме берген немесе. Ізім берген екен ғой. Ізім берген Кетебай баласы. Опат 3 жасында дейді. 3 жасында. Так, бұл да таз әйел адам екен. Таз руы Нұрым тайпасы дейді. Сатан ер адам екен ғой. Халал деп оқып отырсам, Жанал сияқты. Сатан Жанал баласы болады ғой. Так, опат 27 жасында. Так, 1966 ма, сондайға келіп тұр. Бірақ бұл 66 жылы құлыптас емес. Қате жазылған бар жылда. Так, жазу жойылған 1908 жыл жасында. Бана қалың құлыптаспен ағайын сияқты. Жазу почерк құлыптас материал бәрі-бірдей. Так, бұл да таз. Жазулар жойыла бастаған Нұрым дейді тайпасы. Мына жерде Жанабай сияқты. Жанабай оң бірдеме ұлдық баласы. Оңғылдық баласы сияқты. Оңғылдық баласы 49 деп тұр. Жасым шығар. Так, тағы бір құлыптас таздардікі. Жастабан есім берді баласы Мұханғали сияқты опат. Так, тағы бір таздан құлыптас тұр. Таз Жастабан Байсары тайпасы. Құныс сияқты. Құныс болу мүмкін. Қоғиш немесе құныс сәрсен сияқты. Сәрсеннің баласы шығар мүмкін. Қорымның негізгі бөлігі татарлардікі. Арт жағында қорымның бір адайдың құлыптасы, бірнеше таздың құлыптасы бар екен. Мына жерге алдына бел қойған. Сол қауымның, осы қауымда руы таз. Жиын шарға Достаннан Сыбан Мырзабай Қасбай ата ұрпақтар жерленген дейді.